Баршаңызға қайырлы күн, құрметті YouTube арнамның көрермендері. Бүгін сіздермен құрттан болған көже жасайтын боламын. Ол үшін осындай сары жүгері керек болады. Жуып, тазалап, крахмалын кетіріп, үлкен ыдысымызға салып, үстінен салқын суымызды толтырып құйып, отымызға 4-5 сағатқа қойып аласыздар. Осылай толық жарылып піскеннен кейін бетіндегі артық керек емес көбіктерін алып тастап, толық суығанын күтесіздер. Толық суығаннан кейін барып, осылай құртымызды, яғни сүзбемізді алып, үстінен суын құйып аламыз. Егер де сіздердің құрттарыңыз қатты болатын болса, ыстық қайнаған су құюларыңыз қажет болады. Осылай блендердің көмегімен жақсылап ерітіп, араластырып аламыз. Одан кейін дайын болған көжеміздің үстіне осылай електен ситаның көмегімен өткізіп аласыздар. Яғни құрттың артық керек емес бөліктерін алып тастаймыз. Осылай арасында іртік болып жүрмес үшін және үстінен татымына қарай тұз және жалбыз қосып араластырып аламыз. Барлығын жақсылап араластырып, дайын болғаннан кейін ыдысымызға құйып жіберсеңіздер болады. Холодильникке алдын ала салқындатып ішсеңіздер дәмі тіптен керемет болады. Жасап көріңіздер. Керемет болып шығады. Видео ұнаса лайк басып, каналыма тіркеліп, пікір жазып, қолдап қоюды ұмытпаңыздар.